айналсам деген адамға мемлекет тарапынан қолдау көп. Осындай мүмкіндікті пайдаланып, кәсібін өрге бастырған азаматтардың бірі Леспек Әбілдаев. Даму кәсіпкерлікті қолдау қордан 10 миллион теңге несие алған кәсіпкер кірпіш зауытын ашты. Кәсіпорын жылына 1 миллион күйдірілген кірпіш шығаруға арналған. Қазір мұнда қызу жұмыс жүріп жатыр. 30 ауыл тұрғыны тұрақты жұмыс тапты. Өте пайдалы болды, көмегі көп болды. Сол кредиттің арқасында өзімнің кішкене жинаған тиын тебелерімді қосып, сөйтіп осы заводты аштық қой. Ол енді заводты ашқанда бұрынғы мынау шет мемлекеттің проектісі бойынша қой. Біз оған өзіміздікін де тағы қосып жетілдірдік. Шикізат Меркі тауының етегіндегі 14 гектар карьерден алынуда. Шығарылатын өнім өте сапалы. 125 маркалы кірпіш. Дайын өнім мектептер, балабақшалар салуда. Жеке тұрғын үйлердің құрылысына пайдаланып жатыр. Жұмысты жеңілдету үшін бірқатар жаңа техника сатып алынған. Мемлекет қолдауының арқасында кәсібін өрге бастырған кәсіпкер алдағы уақытта өндіріс көлемін арттыруға ниетті. Сол арқылы жаңа жұмыс орындарын ашып, өңір экономикасының өсуіне өз септігін тигізбек. Гүлбаршын Құланбаева, Самат Сатылғанов, Жамбыл Ньюс.